Қайырлы күн баршаға. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздерге осындай кеседе пісетін кекс жасаудың түрін айтатын боламын. Өте әдемі, өте нәзік, жұмсақ болып піседі. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осындай 3 жұмыртқаның үстіне шекерімізді салып, жақсылап 2-3 минуттай шекерімізді ерігенше қозғаймыз. Оның үстіне майымызды, сары майымызды және де сүтімізді қосып және де араластырамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Бұдан кейін електен өткізіп ұнымызды және де нан содамызды қосып аламыз. Міндетті түрде ұнды електен өткізіңіздер, себебі әдемі көтеріліп шығады. Бір керкі масса болғанша осылай араластырып шығамыз. Және де кеселерімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге кез келген кесе бола береді. Ішін майлап аламыз кеселеріміздің. Кесеге еш нәрсе қылмайды, ол жағынан қам жемеңіздер. Қызып тұрған 180 градуста тұрған пешімізге қойып 20-25 минут, енді әркімнің пеші әртүрлі. Ол үшін жаңа таяқшамен тексеріп көріп аласыздар, піскен піспегенін. Егер таяқшамыз құрғақ шықса, піскен болады. Осылай кесеге толтырмай, шартыдан кішкене асырып құйып пісіріп аламыз. Міне менің кексім дайын болды. Өте көтеріліп, өте әдемі, нәзік, жұмсақ, дәмді болып пісті. Каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.